Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен керемет жұмсақ әрі тәтті кекстің рецебін бірге жасайтын боламыз. Кекске керекті заттар төменде көрсетілген. Ең алдымен біз таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Осының үстіне 150 грамм қантымызды саламыз. Шым тұз саламыз. Осының барлығын жақсылап миксерлаймыз. Миксермен миксерлау міндетті емес, венчикпен де араластырсаңыз болады. Міндетті түрде 1 минуттай араластырамыз, ақ масса болғанша. Араластырып алған соң үстінен ванильді қант саламыз, сұйық май құямыз. Иіссіз міндетті түрде сұйық май құйыңыздар. Және де үстінен үй температурасындағы сүтті құямыз. Осыны жақсылап 2 минут араластырамыз. Келесі кезекте құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Оның үстіне крахмал саламыз, кукурузды крахмал. Оның үстіне қопсытқышты саламыз. Осыны араластырып, електен өткіземіз. Нақты граммдар төменде көрсетілген. Енді осының барлығын жақсылап араластырып, бір реттік масса дайындаймыз. Мінекей массамыз дайын. Қараңыздар, структурасы қандай әдемі болып түседі. Өте қою әрі өте сұйық та емес. Келесі кезекте дайын болған массамызды ыдыстарымызға бөліп саламыз. 2-ден 3 бөлігі толғанша саламыз. Кез келген ыдыс формаларына салсаңыздар болады. Дәл осы массадан 18 штук кекс шығады. Достар, ең бастысы осы кексті әзірлеп жатқан кезде міндетті түрде пештеріңізді қыздырып қойыңыздар 180 градуста. Қызып тұрған пешке кексті 25 минутқа пісіреміз. Кексіміз піскенше глазур дайындаймыз. Ол үшін сахарный пудраны алып, үстіне 3 қасық сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Сұйық масса болғанша дейін. Мінекей кекстарымыз пісті. Кекстің піскенін зубочистканы кіргізіп тексерсек болады. Құрғақ шығуы керек. Енді суығанын күтеміз. Суығаннан кейін формадан аламыз. Кекс жабысып қалмайды. Мінекей қараңыздар, қандай жүмсақ әрі пышный болып пісті.
келесі кезекте қалауларыңызға қартай осы кекстің ортасына начинкалар салатын боламыз. Ол үшін кез келген форма дөңгелекті белгілеп пышақпен тіліп аламыз. Қуыс жасаймыз кекстан. Ортасын алып тастаймыз барлығының. Ортасын тазалап алғаннан кейін ішіне кез келген сгущенка қою, джем немесе варенье салсаңыздар болады. Мен вареньяны блендердан өткіздім. Бір реттік масса дайындап алып, осыны енді кекстің ішіне салып толтырамын. Ендігі кезекте дайын тұрған глазурімізді үстінен әдемілеп әшекейлейміз. Мінекей кекстарымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ кекстар шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған тәтті әлем.